Ассалаумалейкум достар. Бұл керек нәрсе ету арнасы. Менің есімім Нұрбек және жолдасым Айгерім. Біз екеуміз алғашқы саяхатымызға шығып бара жатырмыз. Біздің бара жатқан жеріміз өте керемет жер. Ол Ақмола облысы Сандықтау ауданы. Сол жердегі Әулиебұлақ сарқырамасы. Сарқырама айта кетейін, онша үлкен емес, бірақ өте әдемі, айналасында табиғаты, көрінісі өте керемет. Сол әдемілікті сезініп, бойымызға сіңірейін деп шештік. Қазір біз ол жаққа Зеренді ауданы арқылы барамыз. Сол Зеренді ауданындағы Ұялы деген ауылға тоқтаймыз. Көлікті сол жерге қойып, ары қарай 9 шақырым жаяу жүреміз. 9 шақырым бір бағытқа. Ендеше Ақжол. Маса, шыбын, шіркей. Біз қазір Исаковка ауылына бара жатқан жолдамыз. Асфальт жоқ, жолды көріп тұрсыздар. Бірақ бізге керек Исаковка ауылы емес, ар жағында Ұялы деген ауыл. Сол жерге жеткен соң, ары қарай деген жерімізге баруымыз керек. Күн тамаша. Жаңбыр жаумайды деп ойлаймын. Ауа райы керемет. Достар, ауа райы керемет. Да-да-да-дам. Да-да-да-дам. Ё-моё, жол жоқ қой, жоқ. Зато тауық бар. Қазір Қостомар ауылындамыз. Жолдың түрі осындай. Ақылы жол деп ойламаймын енді. Ақылы жол емес шығар, Құдай сақтасын. Достар, біз қазір Ұялы ауылына келдік. Осында көлікті тастап, ары қарай сарқырамамызға барамыз ба деп ойлап едік. Онымен бұл ауылда адам саны аз, үйлер, көп үйлер тастап кеткен. Көлік қоюға біртүрлі көңілде күдік ұялатып тұр. Сондықтан тынышы қайтадан кейін жүріп, Исаковка ауылына барып, сол жерге көлікті қойып кетеміз ба деп ойлап отырмын. Бұл жерде Исаковка, бұл жерге қарағанда үлкен ауыл. Айтқанда инфраструктура бар ол жерде. Адамдар да жол жүзді. Ал мына жер құстармен шыбын шіркейдің дауысынан басқа дыбыс естілмейді. Онда кетіп Исаковка ауылына барады. Исаковка ауылына. Біз қазір Исаковка ауылына келдік. Ударение дұрыс, оға түседі. Исаковка ауыл өте керемет. Біз осы жерге келіп тұрып атсақ, ауылдың тұрғындары келіп, сізде бәрі жақсы ма, көлікке ештеңе болған жоқ па деп
деп барлық мән-жайды сұрап жатыр. Сол кісіден сұрап алдық. Ауыл тыныш па, көлікті қойып кетуге бола ма екен деп. Ол өзінің үйіне, ауласына қойып кетуге ұсыныс білдірді. Бірақ біз ол жаққа емес, ауылдың шет жағына қоямыз. Өйткені біз ар жақтан орманнан келген кезде жақын болу үшін. Және де бұл жақта кене туралы сұрадық. Кене мәселесі қалай болып жатыр деп. Кене өте көп дейді. Кешке үйге кірер кезде үсті басымыздың бәрін қарап, қағып, денемізден іздеп, кенені болса алып тастап, тазаланып кіреміз. Сондықтан көріп тұрғандай шалбарды шұлықтың ішіне салдық. Дайынбыз деп ойлаймын. Және де жаңағыдай жәндіктерге қарсы шашатын немізді алғанбыз. Аты ғой. Короче, шашатын, жәндіктерге шашатын, масаға шашатын сондай алып алып. Соны алып кетеміз. Ол керемет. Көлікті ана жаққа қоямыз. Ана ауылдың шетіне қоямыз. Сосын ары қарай 9 шақырым жаяу жүреміз. Құдай қаласа, бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Қазір біз түскі асты қабылдайын деп жатырмыз. Түскі ас осындай кішігірім. 2 адамдық. Ал ас болсын бізге. Ал біз кетіп бара жатырмыз. Көлікті ана жерге қойып кеттік. Біздің баратын жеріміз ана жақ. Жаяу жүреміз. Табиғат керемет. Келе жатырмыз. 1 шақырым жол жүріп тастадық. Айгерім артта. Маса енді көп. Арнайы маса шашатын затымызды шашып алдық. Ауа райы керемет, бірақ ешқандай жел жоқ. Әулиебұлақ сарқырамасына бара жатыр. Осындай кішігірім сарқырама тап болдық. Көрінісі әдемі. Менің ойымша бұл көктемгі қар сулары, жер асты суларының толып жер бетінен шығуынан пайда болатын сияқты. Ал бұлай тамыз айларында, қыркүйек айларында мұндай сарқырама болмайды деп ойлаймын. Мүмкін қателесуі мүмкінмін. Бұл менің өзім пікірім. Бізге осы судан өту керек. Ең қолайлы жер енді осы жер. Наға сүйреп алып келдім. Кеттік, Айко. Көмектесем. Суды кештік. Айконы арқалап судан өттім. Қалай екен? Күшті ме? Су жып-жылы екен. Ондай моменттер болады енді. Саяхат болған соң. Мұндай орман шаруашылығының белгісіне келдік. Көрсетіп жүрейін. Аңшылық жүргізуге тыйым салынады дейді. Уақытынан тыс.
Мынау картасы. Қалай массаж шағызып жатқан жоқ па, Айко? Жоқ. Ненің несі бар да, әсері де, жаңа шашатын дихлофустың. Дихлофус па, не нәрсе? Аэрозол. Аэрозол. Орманның іші қоңыр салқын. Маса бұрынғыша көп. Телефонда навигатор бойынша келе жатырмыз. Жалпы орманға кіре берісте 2 жол шыққан. Бұрын көлік жүрген. Осы жылы көлік жүрмегенге ұқсайды. Калялардың барлығы суға толып тұр. Бұл деген өмірдің бір сәті ғой, мұндай сәт. Жалпы адам әр күнін, әр уақытын бағалап, мұндай жаратылысты көріп, бәрін сезініп қойып, күйбен тіршілікпен өмір өтіп кетеді. Я, шығады. Бірақ ол мына ағашқа қатысы жоқ, бірақ оның. Я, ана жерлерде бар, ашық жерлер бар. Сол жерде ағаштарды кесіп алып сатып жүр ғой. Заңды ма, заңсыз ба, оны білмедім ал. Сондай жерлер бар. Сосын жаңа не ғой, бұл орман шаруашылығы болған соң қызметкерлер бар ғой, ішін бәрін тексеретін. Достар, келдік Сарқырамаға. Дауысын естіп тұрсыздар ма? Қазір төмен қарай түсеміз. Сарқыраманың қазір емес пе? Ағысы өте қатты болуы мүмкін, өйткені біз дәл кезінде келіп тұрмыз. Қар ерген кез, көктем уақыты деген сияқты. Абай тамыз айларында, жаздың орталарында мұндай қатты Сарқырама болмайды. Қалай айтсам болады, судың несі? Тасуы да, не что? Тасу болды. Мына жер спускті. Енді осы жерден түсу керек біз Нұрек? Вау! Ойбай. Қорықпа. Абайла, ана жер. Қорықпа дем. Міне достар, Сарқырама. Құлап қалмашы. Сарқырама. Қорықпас. Қалай түсті ма? Төмен қарай түсеміз. Қандай керемет. Қалай кер? Күшті ма?
Достар, керемет. Біз бұл сарқырамаға келдік. Әулие бұлақ сарқырамасы. Сезім ерекше. Керемет. 9 шақырым жүріп келдік. 9 шақырым бұл ғажайыпты көруге тұрарлық. Айтарға сөзім жоқ. Достар, осы жерде видеомызды аяқтаймыз. Ары қарай кейін тағы 9 шақырым жүреміз. Бұйырса, келесі видеода кездескенше аман саулықта болайық. Айыр, жеттік пе? Машина анау жерде. Әулие бұлақтан кейін ауылға қарай 3 сағат жүріп келдік.